Баршаңызға қайырлы күн қыздар. Бүгін сіздермен осындай тапсырысқа дайындайтын микс пирогтың ішіндегі пахлава пирогының рецептімен бөлісетін боламын. Ол үшін видеоны соңына дейін көріп, менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен ыдысымызды алып, ішіне ұнымызды және майымызды салып, осылай қолымыздың көмегімен жақсылап біріктіріп аламыз. Жұмыртқаларымыздың ағы мен сарысын бөліп аламыз. Сарыларын қаймағымыздың үстінен салып, венчиктің көмегімен жақсылап араластырамыз. Сұйық массамыз жақсылап араласқаннан кейін, оны ұнымыздың үстіне салып, әдемі сап-сары етіп, қамырымызды илеп аламыз. Дайын қамырымызды алып, теңге 3 бөлікке бөліп аламыз. Міндетті түрде таразының көмегімен бөліңіздер, сол кезде барлығы жақсы шығатын болады. Егер сізде таразы болмаса, онда көз мөлшерімен барлығын бөліп алсаңыз болады. Осылай 3 бөлікке бөліп болғаннан кейін енді біз қамырларымызды жайып, арасына жаңғақтарымызды салып, пахлавамызды пісіруге кірісеміз. Қамыр өте жұмсақ, қолдың көмегімен жаюға болады. Ұн қолдансаңыз да болады. Егер үйіңізде жүгері крахмалы болса, жүгері крахмалы немесе картоптың крахмалымен осылай қолыңызға кішкене алып, формаға лайықтап жая берсеңіз болады. Бірінші қатар қамырымызды жайып болғаннан кейін, енді арасына салатын біз салмамызды дайындаймыз. Ол үшін жаңғағымызды блендердің көмегімен жақсылап езіп аламыз. Үстінен қантымызды саламыз және оны бір ыдысқа орналастырып, жаңағы қалған біздің ақуызымызды осы жерде қосып жібереміз. Сол кезде біздің жаңғағымыз құрғақ болмай, жеген кезде кішкене балғын дәм беретін болады. Осылай барлығын жақсылап араластырамыз және 2 бөлікке бөле отырып, біздің салмамызды пахлавамыздың арасына орналастырып шығамыз.
пахлавамыздың бетіне енді жұмыртқаның сарысын жағамыз және шанышқының көмегімен узорларды жасап, жаңғақтарды орналастырып шығатын боламыз. Осылай барлығын орналастырып болғаннан кейін пешімізде енді әдемі сап-сары боп қызыл болып піскенше пісіріп аламыз. Міне пахлавамыз осылай пісіп шықты. Бетіне қаласаңыз, сироп жақсаңыз болады. Мен ештеңе жаққан жоқпын, сонда да өте жұмсақ әрі дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Менің арнама тіркеліп алыңыздар. Алдағы уақытта жақсы, пайдалы видеорецептермен бөлісетін боламын. Сіздермен бірге болған әдемі, сау болыңыздар, аман болыңыздар, ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын.